Қазақстан үкіметі республикалық бюджетті толығымен қайта қарап шығады. Осы жылы қазақстандықтардың елдің басты құжатына өз ұсыныстарын енгізуге мүмкіндіктері болады деп хабарлайды қаржы министрі Бақыт Сұлтанов. Осы арқылы оның сөзінше бизнес үлкен тапсырыс алып, бюджетке түсетін шығын азаяды. Жаңа инновацияның бірі бюджетті жоспарландыруды есептеу әдісіне көшу. Қазір бізде кассалық тәсіл пайдаланылады, яғни қанша қаржы түсуіне байланысты сонша қаржы жұмсалады. Есептеу әдісі кезінде шығындар қаншалықты дұрыс, ақша болашаққа жете ме деген сұрақтарға жауап табуға болады. Осы тәсілдердің барлығы жаңа бюджеттік кодекске енгізіледі деп түсіндірді қаржы министрі. Айта кетейік, осыған дейін премьер-министр Кәрім Мәсімов республикалық бюджет күзде дайын болады деп уәде берген еді. Бақыт Сұлтановтың түсіндіруінше, алдағы бір жыл ішінде кәсіпкерлік сектор мен қоғамның барлық ұсыныстары талқыланып, тиімділігіне байланысты жаңа заң жобасына енгізілетін болады. Министрдің атап өтуінше, осы жылы азаматтарымыз жаңа құжатқа қатысты өз пікірін білдіру үшін республикалық заң жобасын интернетке салу жоспарланып отыр.